Қажылықта өтейтін болып ниеттеніп, биыл мынакей деп сонымен ниеттеніп жүрген кезде бір жақсы көретін тәтем бар еді. Өте бір жақсы көретін әпкеміз еді. Күйеуі қайтыс болған намазхан кісі еді. Сол кісінің атынан қажылық өтейсің бе деп маған біраз болған айтып жүрген. Ойбай өтесек өтейік деп ниеттеніп жүредім. Енді тегін емес қой, әлбетте жарты ақшасын берейін деді. Жарайды. Сонымен қажылыққа кететініме бір 3 күн қалған кезде жаңа кісінің үйіне барам ғой мен. Сөйтіп ол кісі ақшасын беріп, екеуміз біраз әңгімелесіп, тақуалық туралы, қажылық туралы әңгіме қылып, сонымен сол күні кешке үйіме қайтам. Ақшаны маған берді, аманатты мен мойныма алдым. Ол кісі не істеді? Күйеуінің атынан қажылық өтеу үшін ақшасын беріп отыр. Маған. Бәдәл қажылық өтеу үшін. Ертесіне азан мен таңғы сағат 5-те телефон шырылдайды. Ой, адам деген қорқып кетеді ғой ондай кезде. Таңғы сағат 5-те беймезгіл уақытта телефоннан тегі аяқ қол дірілдеп кетеді ғой. Бұл неме біле болып қалды деп. Сөйтсем жаңағы әпкеміз ойбай жарады. Түсімде үйге күйеуім келді дейді, қайтыс болған. Үстінен күйген құйқаның иісі шығып тұр дейді. Күйген құйқаның иісі шығып тұр үстінен дейді күйеуімнің. Біздің үйде кухняда тамақ ішіп отыр екен. Маған бүйтіп айтты дейді. Сен білесің бе мен қандай қиындықтан өттім деп айтты дейді. Сен білесің бе мен қандай қиындықтан өттім? Үстінен құйқаның иісі шығып тұр, тамақ жеп отыр. Енді мен босадым деп айтты дейді. Енді мен босадым деп айтты дейді. Еңіреп жылап ояндым дейді. Алла мен бергеннен қажылығымды қабыл етіп